Арендаға экономдан бизнес классқа чейин машиналар бар. Достор, Ройлем таксопаркында эконом, комфорт плюс бизнес машиналарын арендаға алсаңар болады. Машиналар мына жерде тізіліп тұрады. Сыртта дағы машиналар бар. Общий паркта бір 3000 машина бар. Кімге қандай машина керек болса, келіп таңдап көріп алсаңар болады. Менеджерлер барлығын түсіндіріп береді. Машина аларда сөз түрде договорын оқып алғыла. Алғаннан кейін қанша күн айдасы болады. Машиналардың барлығының страховкасы бар. Парктың комиссиясын сұрап, нарық барағын сұрап, баларын сұрап, машина алсаңар болады. Телефон номері, адрестер экранда жазылу. Кімге қандай машина керек болса, келіп алып кетсеңер болады. Үшірден машиналардың шиналары алмашылып тұр. Летнилер зимнийға өтіп тұр. Ошол сырт içinde аз эле машина қалып тұр. Сыртта да көп машиналар бар екен. Кімге қандай машина керек? Эконом, комфорт плюс алсаңар болады. Болоттың алдын деп келсеңер сөз түрде скидка қылып береді. Туғандар, бұл жерде офисе, бұл жағында офисе. Кімге қандай машина керек болса, келе бересіңер. Камераны алдық бұйырса. 70 май 510-ғы. Оның екі түрі бар. Достар, салам алейкум. Кеше заказ бергеннен бүгін келіп қалдыр. Валберстен алып шықтық. Машинаға камера қоя алам. Мұрда бар еле шоқ бар еле, бірақ мұндай 510 меселе да. Машинаны оптиманы сатқанда қоша беріп қойған елем. Әлі жоқ алдық. 9300-ге алдым оқшайды, адашпасам. Тайчақ даяр. Чорный бұрын қандай көрінеді екен. Фарға. Қап-қор болып, жақсы көрінеді екен. Шындай қылып ала тұрған жерің ері бар екен, бірақ шығара қалач. Ондай фараны қойып қойдық максималкан. Жақсы көрінеді екен. Так, бұл жер регистратор қоя алайын. Қандай қойғанды бір сірә көрсетіп қойын, білбегендерге. Қойғанды қойып жүреді. Так, мұның 510-дің алдында. 510 1-ге 3К. Скриншотын қойып қойым Валберстен. Азыр қанша сом болған үш. Так, мұны Валберстен аштым азыр менші. Дақ бачайыншы. Чигар. Шапка өкон тұр. Мынаки. Негізі мол жолға, мол салонға да. Бірақ біз наоборот қоябыз. Мұны салонға қаратабыз, мұны жолға қоябыз. Неге екенін айтайын. Себеп мына ол тұрады ғой, салонға қоя тұрғанша салонды широкий қылып тартып береді. Негізі жолға қойса, жолды да широкий қылып тартып береді. Жолға бізге мына болады. Нормально. Мол салонға мына жерге қоябыз, мына жергечі. Полный мен отырған жерде мына ол жақта арқаны соның қылып тартып береді. Ошон үчүн муну салонға қойсам, экраны жанат да. Экраны жанғанда, нарақтан жанған экран көрінеді да. Гай тосқанда, тосайында отқанда регистратор бар екен дегендей билет сияқты да кішіне. Шындай жері бар әмі. Комплектте несі бар екен демін ашайыншы. Амандай қармақшылары менен зарайтик, олар не екен әмі. Мына жерге қатырсам да отам. Кеберін байқайсыңар. Мына жері қойғанда, камера қойғанда бетіле чиіп қояды да. Ауда широкий қылып жақсы тартып береді. 510-ның жақсы жері түнкісін жақсы тартады екен. Салонда дағы, жолда дағыч. Мұндан да күштірағы бар. 810 бұл ошондай. Ал 15 000 екен. Кішіне қымбатырақ екен, оға ақша жетпеді. Ақша жеткені шол 9300-ге болды. Мұндан арзанырағы бар, 500-ге бар. 500 деген. Мұнаға қарағанда кішіне сыла берақ тартады, бірақ жақсы алдағы. 400, 300, 200 болып кетеді да. Орточосы мындай 500 деле жақшы, 510 деле жақшы мұның үчүн. Ақчам көп, мен жақшысын алам десеңер, 810 бо ошондой жақшы. Мына деле нормально, бизге болот. Ютубтагы видеолор болсо ошолор менен тартылат. Установка кылалы. Мына жактан алып келебиз. Түгүмен алып, онмен артып туруп, мындай кылып билинбей турган алып келип нерге коюп коебуз. Жақсы кылып койсо. Лицензияның бірінші этабы келген, екіншісі келдік. Бірінші этабы менен болса да бүгін ноч пробка жақта іштейбіз да. Мынаны қоя алайын. Ол күзгі оңай эле чыгат экен да, меникичи. Башкалардын билбейм. Оны кадап эле койсо болот экен. Камераны мондай кылдым. Ушундай койдум, кыскасы азыр кандай чыгат билбейм эмичи. Коюп туруп эле мына жерге катырып койдум. Бул өз кармалашта мүмкүн. Дедім да түшіп кете береді да, мұрын түшіп кете бершілі.
Супер клейді алдым. Ананда магазин тұрады. 30 рубль екен. Бұтыма мына жерге клей төгіліп кетпесін деп тряпканы қойып тұрып, ондай алып қойып атады. Азыр қандай шығады білмеймін. Көрелечі. Клейле қойсақ до конца тұрады да. Жақсы болды. Қатырдым, қатырғаннан кейін чекеледен daha бір сыра клей қойып қойдым. Мұнанысын нары қаратамыз. Флешкасы жоқ екен, флешкасын заказ беріш керек. Оригинал флешкасы 64 гигасы қанша тұрады? 1100 бұл шондай екен. 256-сы 2300 екен. 64-ні алып қойсақ жетеді бірақ. Установка қылып бүттік. Мынандай болып отырды. Мына ал жаққа қойдым әлі оқшашпай қалды. Қайра бұл жағына қойып қойдық. Сымдарын тартып қойдық. Онысы бұл жағында тұрады. Кішінекей. Шу? Осыны ол отырды. Салон жақсы тартады берсе. Шығып өлі бірінші заказ дама жеді оға келдік. Көрінбейті ау. Ошонысы чата екен да. Түндесі көрінбей аттылы атайын мұнаны қойдым да. Ем көрінді ау. Өте жарық болып кетпейті ау екен. Чегер өтіп кетейін. Дама жеді оға келдік. 45 минутада 2023 рубльға заказ завершет қойдым. Так. 45 минутада 2023-ға. Онты қызыл шығып қалды ғой. Подтверждение из рестора не дейді. Нужно подтверждение из рестора дейді. Бастым қосыш керейлі. Az ғайра қосылып қалады. Bir iştep göreyle mi? Bir başkaça o. Önce de bir başkaça oldu o. Birinci yol taksiye çıkkanda öyle sürdüğüm o. No. 3 tül çıkar örmesi oldu mu? Kızılcanım kaldı. Çaştan ve turdu lejana. Nege min yolda bilbeyim. Demege vardım. Starline'ın ofisine arıp gördüm. Moskvada 5 точкасы бар екен да. Ма жақынырақ қарасам, мына Хохловскада екен. Улица. Барып айттым мен уж машинаны жаңа алдым эле. Автозапуск телефон установка алып бердиле, логин пароль билем, но установка кыла албай атам десем. Кир деди. Машинаны ичкериге алып кирдим. Алып киргенден кийин сервисный код барбы дейт. Сүрөттөрү бар эле да. Бар деп көрсөтсөм экстренный код дейт. Экстренный код сүрөт канча тартылбай калыптыр деп жабылып калыптыр. Жок. Тапсаң болот дейт. Таппайм. Десем, хорошо, установка алып бересиз 4,5 мың болот дейт. Дейт, компьютерин салып бир нерсе кылды, сүрөтүн коюп коем. Сервисный код ката экен дейт. Эмне кылабыз эми десем, блогун алмаш керек дейт, ошондой дейт. Блог менен канча болот десем 16,5 мың болот дейт. Арзаныраак жок десем жок дейт. Өзү канча сомдук неме турат десем, Starline турат десем, азыркы учурда ошо бизде турат ушундай 42.500 дейт. Хорошо, как кичине иштеп акча кылып келейин онда дедим. Десем, хорошо, заранее звонок кылып келем дейт, номерин берди. Ошентип кетип калдым. Ошо Starline'да жакшы түшүнгөндөр барбы? Логин пароль бар. Жазып кирсем эчтеке чыкпай атат да. Мурунда Starline иштеп эткенмин, түшүнбөй койдум мен вообще. Короче, владелецти алмаштырат дейби, ошондой кылып өткүзүп берет экен да. Эми айтат, ошо блок питаниясын алмаш керек дейт, 16,5 мың. Кичине иштейли, лицензия чыгымдараак бирок кылбанам кылабыз. Мына качан оңдолот эми, качан оңдолот, мына кызарып турушун карагыла. Нужно подтверждение из рестора дейт го. Жакшына эле заказ алып келдим го мени. Неге үмүт бересиң? Не жигаре? Адам настроениясы. Иштейм деп чыкканда, пробка азайганда чыктым, атайын болупса дем алып, чай ичип, саат 10:30 болду. Кош автобустун палса айдабайсыңбы дебесин деп пробка азайганда чыксам, вот это. Менем заправка барып,
кофе ичип турайлычы, мындай болуп калар. МКАДтан кирип калдым да. Неге мындай болуп атат деп коем менчи. Жана подтверждение из реестра деп чыгып калбадыбы? Белес парк менен иштеп атам да. Машина дагы Белес паркка оформление болгон. Бир адамдар тааныш, ишеничтүү дегендейчи. Анан кийин, мынантип аэропорттон мынтип атат, мен кайда ал жактан дейт. Майдилер кармап алса экинчи этабың жок. Штраф жазат бекерле дейт. Кары заправка кылып чыктым, чыгып калдым да. Хорошо деп кайттым. Бер жака жүргөндөн кийин МКАДка жетпей иштеп калды. Көрсө экинчи этап чыга электе аэропортко барса заказ бербейт экен, ошентип чыгып калат экен экинчи этап чыкпаса. Шереметке барсаң дагы, Вунукко барсаң да ошентип калат, ал жака заказ албай эле кой, экинчи этап чыккыча дейт. Хорошо братан дедим дагы. Кайтып келдим. Бул жак келгенде жанды, домойду басып койдум. Кактан билейин эми биринчи жолу болуп аткан болсо. Эми кийин дагы билбегендер билип алгыла деген жерим да эми. Заказ берсе экен эми мына Домодедово жактан, Домодедово метро жактан. Домой дагы неме жакта эле, Бутурский жакта. Экинчи этап чыкпаса аэропорттон заказ бербейт экен. Билип алгыла, мен билип алдым. Айда жок иштеш керек тоондар. Жаткандан пайда жок. Ала жигарым чалып атат. Айда чалып коеюн. Анан неме өчүрүп турайынчы. Белес паркка кошулуп иштесеңер болот тоондар. Документ жактан баардык жагынан жардам берет. Таксиге чыгам десеңер 2 саат, 1 саат нарак берген полный жардам берет. Парктын проценти 2% болса керек, ушуну сурайм деп унутуп калам да. Номерге жазсаңар, парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот. Документ жак нарак берактан полный жардам берет. Ишеничтүү, жакшы, акчадан проблема жок. Любой время чечип алсаңар болот. Өзүм да ушу Белесте иштейм го. Көптөн бери. Кеттик анда дальше. Elisimde bir bar, elciretken bir bar, elip algan жүрөгümde emigimde günü bar. Elip algan жүрөгümde emigimde günü bar. Elip algan жүрөгümde emigimde günü bar. Hayalımda bir bar, köpey düşsem önü var. Bir boldu жүрөгüm, aydı egimde günü var. Можно, пожалуйста, внутри? Заехать? Да, она болеет. Прям подъездом. Спасибо. Все добро, стоим. Ана болеет дейт. Үйдө жатпайсыңбы, ооруп атсак? Кафеге барбай? Деген адам жок. Элер тосту. Яман текшерди ал болот. Ремен такпайсыңбы? Ремен неге турат дейм, не дейт? Мага эч нерсе деди. Эчтеке сураган жок. Эме СТС менен праваны берине карап койду. Жанаракта эле неме алып эле келем. Страховка алып электим да Яндекстен. Бир күндүк алып турдум. 145 рубльдан түштү да. Көрсөтөйүн деп турсам сураган жок, көрсөткөн жокмун. Анан немени айтам деп калдым да. Эми кээ бир үчүн пайда болуп калышы мүмкүн, реклама эмес. Чисто пайдага тийсе болду. Трудовой договорду бүгүн алдым да. Трудовой договор. Заказ түштөт го, без звук түштөт го. Плюс холан да. Трудовой договор. Лимит бүтүп калгандар болсо, кошулсаңар болот. Смело. Башкалар 5000ден 10.000ден алып атышыптыр. Көрүп атабыз, угуп атабыз дегендейчи. Бекер эле улап берет. Лимитиңер толуп калган болсочу.
Просто ошо айына акча төлөгөндө күнүнө балансыңарга списание коюп коет болду, ошол эле. Аккаунт блокировканы арак-бирак боюнча жардам берет. Ну, жөн эле реклама эмес, пайда тийсе болду. Элгеч. Муну завершик кылып элек. Мен 930-га жаптым. 21 минутада. 930-га. Ошол неме кимге лимит бүтүп калган болсо, турдойдо көрүп алып, бул менен узарта бересиңер регистрациянычы. Смело узартасыңар. Мен дагы Сахаровго барган элем, эртең воскресенье пробка жок күнү барайын деп атам. Так, автобустун полосага түшө албайм да. Барып немем алып келсем, медицинский справканычы. Мына турдойдо мен барып эле буюрса печатты бастырабыз миграционныйга. Жарайт, смело жарайт. Базада бар дегендей. 100% гарантия. Кимге керек болсо, телефон номер адрес турат. Ошол турдойдогу бар боюнча жазсаңар болот, жардам берет. Аккаунт левый, оригинал, майда чүйдөн нерселер полный. 30 күнгө блокировка болот го. Семе кайсы бергиле. Кеттик кийинки заказга. Ой-бой. Оба. Камерин ушунчу жакшы да. Лып деп өткөрөт. Мындай. Эми камерини мактайбыз да. Эмне айдасак ошону мактайбыз. Оптима айдап жүргөндө оптиманы мактайт элек, эми камерини мактайбыз. Сен камериңде мындай подсветка барбы дейт. Сенде камера да жоқ турбу дейт го. Чырыгып көзгө сукта, чыдабай жүрөк кулса, өткөнү унутсам мен, көз жашым жүзүм жууса, эскирген эски бакта, экөөбүз эки жакта, эрчеши бир бас челе, жалгызмын ушул такта, эскирген эски бакта. 11 минутада 541-ге. Мына кардын жаашын карасаңар. Жер агарып калды го желе. За клиент мен агылырды го көрүндү. Кийинки заказды алдым эле. Так, домой басып койгом. Донецкая дейт. Кое, барбайм. Кеттим үйгө мен. 23 минутада үйгө барат экем да. Андан көрө тынчаман эле кетип калайынчы. Секин заказ албай элечи, кардын жаашын карасаңар. Азыр бул жашта өтө көп жайт дагы жолдор тоңуп же зимнийге өтө электер дагы бар. Андан көрө тынчаман үйгө эле кетип калайлы. Ачкылак, тынчкылак, 500 сом, 1000 сом азыраак иштерибиз. Зато тынч кетесиң. Уруу да мына кар уже эле жаңы эле башталды. Saat kança oldu? 4'ten 21 minut öttü. 5'e varat ekemiz buyursa. Жақшанан göre gitti. Çaman barıp çatalarız. Tak. 12 geçeyin. 2112'den keyin 3600. 5700. Az işledin. Tün iştegenler, noç iştegenler kançta otasыңар bilbeyim. Комфорт бизмен күтүп отуруп каласың, же коэффициент жок, же заказ жок. Мага жакпады. Күндүз эле жакшы экен. Иш болсо бир 11ге чейин болот экен, 12ге чейин. Так иш жок. Кеттик анда, секин. Бензинди куйганбыз. Карагыла карды, ё-моё. Эми көнүш дагы бар бугадачы. Кичине 1-2 күн көнөбүз эми кардачы. Жазындасы қар жоқта айдап жүріп көніп қалғанбыз да жетерге жақын тарымыз тәйіп дистанция қармап сәкен етияттап жүре берейлі. Кеттік үйге жигер ами мына поласа өтшің керек. Қарда көрінбесе ол поласа же